Жылы-жылы сөйлесең. Сезіміңізді тежей алмай ашуға ерік бердіңіз делік. Ойыңызды түгел айтып, бір жеңілдеп қалдыңыз. Ал сіздің ашуға толы сөзіңіз арналған сол бір адам жайлы ойлап көрдіңіз бе? Сіз айтарыңызды айтып, бір жеңілдеп қалғанмен, ол қандай жағдайда? Ол жеңілдік сезінді ме? Ашу-ызаға толы дұшпандық көзқарасыңызбен ол келісе алар ма екен? Будро Вилсон, сіз маған жұдырық ала жүгірсеңіз, өзімді қорғап, қарсы шабуылдайтын қол менен де табылады. Алайда маған келіп бір-бірімізге неліктен ұқсамайтынымызды даудамайдың себебі не екенін талқылап көрейікші десеңіз, салиқалы сұхбаттан кейін бір-бірімізден айтарлықтай айырмашылығымыздың жоқ екенін, керісінше көп мәселеде көзқарасымыздың ұқсас екенін байқаймыз. Демек, шынайы ниет, шыдамдылық болса, біз ортақ мәмілеге қол жеткіземіз деген екен. Вилсонның сөзі қаншалықты шындыққа жанасатынын кіші Джон Рокфеллер дәлелдеп берді. 1915 жылы Рокфеллерді Колорадо тұрғындары иттің етінен жек көретін. Ол кезде Америка өнеркәсібі тарихында 2 жылға созылған қарсылық акциялары салдарынан болған қанды қырғын штат тұрғындарын әбден есеңгіретіп тастаған еді. Әбден ашуына мінген кеншілер Колорадо отын және темір компаниясы басшылығынан жалақыларын көбейтуді талап етті. Ал бұл компания Рокфеллердің меншігінде болатын. Компания мүлкі талқандалып, ереуілшілерді басу үшін әскер шақырылды. Жер дүние қанға боялып, көтерілісшілерге қарсы атылған оқ оларды аяусыз қырып жатты. Жек көру мен ашу-ыза санасын әбден жаулап алған жұмысшыларды Рокфеллер өз жағына тартуға тырысты және дегеніне жетті де. Ол бұған қалай қол жеткізді? Оқиға былай болған екен. Бірнеше апта бойы жүргізген келіссөздің нәтижесінде Рокфеллерге көтерілісшілердің өкілдерімен бетпе-бет сөйлесудің сәті түсті. Олардың алдында сөйлеген сөзі шешендік өнердің нағыз үлгісі еді. Бұл оның айтарлықтай жетістікке жетуіне түрткі болды. Оның айтқандары Рокфеллерді жойып жіберуге дайын тұрған жұмысшылардың жек көрінішін басты. Оны жақтаушылар, қолдаушылар пайда бола бастады. Оның келтірген дәлелдері әркімнің көкейінде мықтап орнығып, ештеңеден тайынбауға бел алған жұмысшылар жалақы мәселесін қайта көтермей, жұмыс орындарына қайтып оралды. Рокфеллердің сөзінен үзінді келтіруді жөн көріп отырмын. Оның айтқаны достық лебізге толы екеніне көңіл бөліңіздер. Рокфеллердің бірнеше күн бұрын ғана өзін дарға суға дайын тұрған адамдардың алдында сөйлеп тұрғанын ұмытпаңыздар. Соған қарамастан, Рокфеллер бұл адамдармен миссионер дәрігерлермен сөйлескендей жайбарақат сөйлесті. Оның айтқандары: сіздердің алдарыңызда сөз алғаныма қуаныштымын. Көбіңіздің әйел, бала шағаларыңызбен таныспын. Біз осында бір-бірімізді бұрыннан білетін достар ретінде кездесіп отырмыз. Өзара достық сезімі ортақ мүддеміз. Тек сіздердің қолдауларыңызбен ғана осында келу мүмкіндігіне ие болдым деген сияқты тіркестерге толы еді. Бүгінгі күн менің өмірімдегі есте қаларлық керемет күндердің бірі деп бастаған еді сөзін сонда Рокфеллер. Осындай үлкен компанияның жұмысшы қызметкерлерімен, олардың өкілдерімен кездесіп тұрғаныма өте қуаныштымын. Сіздердің алдарыңызға келу мен үшін зор мақтаныш, және оны өле-өлгенше естен шығармаймын. Кездесу 2 апта бұрын болғанда мен көбіңізді танымай істедім және бөтен адамдай күй кешер едім. Өткен аптада оңтүстіктегі көмір шахталарына барып, басқа жақта жүрген жұмысшылардан басқаларының барлығымен жеке-жеке сөйлескеннен кейін және отбасыларыңызға барып, әйел бала шағаларыңызбен тілдескеннен кейін мен алдарыңызға дос, таныс адам ретінде келіп отырмын. Тура осы көңіл күймен біз бәрімізге ортақ мүддемізді талқылайтын боламыз. Өкінішке қарай, мен компания қызметкері де жұмысшылар атынан келген өкіл де емеспін. Тек сіздердің рұқсаттарыңызбен ғана маған мұнда келу бақыты бұйырды. Алайда мен акционерлер мен директорлар атынан келіп отырғандықтан сіздерге қандай да бір қатысым бар деп ойлаймын. Бұны жылы сөйлеу арқылы дұшпаныңды өзіңе қаратудың айқын мысалы десек қателеспеспіз деп ойлаймын. Рокфеллер басқа тәсілді таңдап алды деп ойлайық.
Сөйтіп шахтерлермен ұрсысып, нақты жағдайды олардың көзіне шұқып көрсетіп, олардың қателерін бетіне басты делік. Тіпті олардың қателерін дәлелдеп бере алды деп ойлайық. Сонда не болар еді? Жұмысшылар одан бетер ашуға беріліп, жек көру сезімі ақылдарынан адастырып, жағдай ушыға түсер еді. Адам жүрегі ренішке толып, сіздің алдыңызда өзін қолайсыз сезінер болса, ол ешқашан айтқаныңызбен келіспейді. Сізге үнемі реніш білдіретін ата-анаңыз, өктем бастықтарыңыз бен қазымыр күйеулеріңіз, сөзі бар әйелдеріңіз адамдардың көзқарасын өзгертуді қаламайтынын түсінетін кез келген сияқты. Сізбен немесе менімен келісуге оларды мәжбүрлеп көндіре алмаймыз. Ал достық пейілмен жылы-жылы сөйлесек, оларға ықпал етуге әбден болады. Осы туралы Линкольнда 100 жылдай бұрын айтып кеткен еді. Енді оның айтқанына құлақ түрейік. Шіріген тамақтан гөрі балдың бір тамшысына шыбын көбірек үймелейді деген көне тәмсілді екінің бірі біледі. Олай болса, адамдардың қолдауына ие болғыңыз келсе, алдымен өзіңіздің дос екеніңізді сол адамға дәлелдеп беруге тырысыңыз. Бір ауыз жылы сөзіңіз оның жүрегін жібітеді және айтқандарыңыздың оның санасында сақталып қалуына мүмкіндік береді. Ереуілшілерге достық пейіл танытудың пайдасы екенін қазіргі кезде іскер адамдар да түсіне бастады. Айталық, White Motors компаниясының 2,5 жұмысшысы жалақыны көтеріп жұмысқа тек кәсіподақ мүшелерін ғана алуды талап еткен кезде, компанияның сол кездегі президенті Роберт Блек барынша сабыр сақтады. Оларды жазғырып қорқытпады, тіпті коммунистер жайлы жақ ашпады. Керісінше ол жұмысшыларды мақтап, Кливленд газетінде мақала бастырып, онда құрал саймандарынан бас тартқан бейбіт шеру үшін жұмысшыларға алғыс білдіреді. Көтерілісшілердің ерігіп бос отырғанын көрген ол бірнеше бейсбол добын, қолғаптар сатып алып беріп, бос жерлерде бейсбол ойнауға кеңес береді. Ал боулингпен айналысатындар үшін кегельбанды жалға алады. Блектің бұл достық қатынасы өз жемісін берді. Ереуілшілер күрек, сыпырғыш және жәшік сұрап алып, зауыт айналасын сіріңке, қағаз, темекі қалдықтары сияқты қоқыстардан тазалауға кіріседі. Керемет емес пе? Жалақысының көтерілуін, кәсіподақпен санасуды талап етіп отырған жұмысшылар зауыт аймағын тазалаумен айналысы дегенге сену қиын ғой. Америка тарихында мұндай жағдай бұрын-соңды болмаған. Бұл көтеріліс небәрі бір аптаға созылып, екі жақтың да көңілінен шыққан шешім қабылдаумен аяқталды. Өз заманында шешендік өнердің шебері атанған Дэниел Уэбстер алдыңғы қатарлы адвокаттардың бірі болып саналды. Ол өзінің қызметін таңдаған адамның мүддесін қорғауда барлық дәлел уәждерді шеберлікпен қиыстыра айтатын. Сөз арасында сот бұл мәселені қарастырар деп ойлаймын. Ойлану керек сияқты. Сіздер ескерсе дейтін дәлелдер мыналар. Керемет біліміңіз бұл деректердің маңызын түсінуге көмектесер деп сенемін сияқты тіркестер арқылы айтар ойын жайлап қана жеткізуге тырысатын, қысым көрсетпейтін, ойын күшпен тықпаламайтын, ешкіммен ұрсысып керіспейтін, ол ойын баяу, қоңыр даусымен, сабырмен жеткізуге тырысатын. Оның танымал болуына дәл осы қасиеті жол ашты деуге болады. Сізге ереуілшілерді сабырға шақырудың немесе соттың алдында сөз алудың қажеті бола қоймас. Алайда үйді жалдау құнын төмендеткіңіз келетіні, немесе өзіңізге қажетті басқадай бір істе жетістікке жеткіңіз келетіні даусыз. Осындай достық қатынас сізге көмектесе ала ма? Байқап көрейік. Инженер Штрауб пәтер жалдау ақысын азайтқысы келеді. Пәтер иесінің қатал адам екенін ол білетін. Бұл жайлы курста ол бізге әңгімелеп берген еді. Мен оған хат жазып, жалдау мерзімі аяқталысымен пәтерді босататынымды ескерттім. Шынымды айтсам, ол пәтерден көшуді онша қаламадым. Жалдау ақысын төмендетсе қала берер едім. Алайда солай болатынына аса сене қоймадым. Маған дейін басқа жалға алушылар да талпынып көргенімен одан еш нәтиже шықпады. Өйткені қожайынмен тіл табысу мүмкін емес еді. Алайда мен курста үйренген тәсілдерімнің көмегімен онымен сөйлесіп көруге тырыстым. Хатымды алысымен ол бір күні хатшысын ертіп маған келді. Оларды күлімдей қарсы алғанмен пәтер құнының қымбаттығы жайлы жақ ашпадым. Керісінше бұл үйде тұрудың маған өте ұнайтынын айттым. Сөздерімде еш жалғандық жоқ еді.
Оның үйді басқарудағы еңбегін бағалайтынымды айттым. Тағы бір жыл тұрғым келгенімен мүмкіндігім жоқ екенін де тілге тиек етуді ұмытпадым. Тұрғындар осылай жылы қарсылар деп ол ойламаған болуы керек, не айтарын білмей абдырап қалды. Сосын өзінің қазіргі кезде қандай қиын жағдайларды бастан өткеріп жатқанын, тұрғындарға ренішін, олардың бірі 14 рет хат жазғанын, кейбірінің тіпті тым асыра сілтеп жіберетінін жеткізді. Тағы бірі үстіңгі қабатта тұратын адам қорылдауын қоймаса, пәтер ақысын төлемей қоямын деп қорқытқан екен. Өзің сияқты жайдары мінезді тұрғынның болғаны қандай жақсы деп тебіренген еді сонда үй иесі. Сөйтіп мен айтпасам да пәтер ақысын арзандататынын айтты. Мен де қарап қалмай қандай соманы қалтамның көтере алатынын айтып едім, ол сөзсіз келісті. Кетерінде пәтеріңізге қандай жөндеу жұмыстарын жасап бергенімді қалар едіңіз деп сұрады. Басқа пәтер тұрғындары қолданған тәсіл көмегімен жалдау құнын төмендетуді өтінген болсам, мен де солар сияқты сәтсіздікке ұшырар едім. Тек достық ниетпен жылы-жылы сөйлеу арқылы ғана мен осындай жетістікке жеттім. Пенсильвания штатының Питтсбург қаласының тұрғыны Дин Вудкок жергілікті электр желісін тарату компаниясының бөлім бастығы. Бірде компания жұмысшыларына электр бағанының басындағы бір құрылғыларды жөндеу тапсырылады. Оған дейін басқа бөлім атқарып келген бұл жұмыс біраз уақыттан бері Вудкок басқаратын бөлімнің қарамағына өткен еді. Тәжірибелері жеткілікті болғанымен, олар бұл жұмысты бірінші рет атқарайын деп тұр. Сондықтан да тапсырылған іс қолдарынан келер ме екен деген сұрақ әркімді де мазалайды. Сөйтіп Вудкок мырза оның бірнеше менеджері мен коммуналдық қызмет көрсету бөлімінің бірнеше жұмысшысы жұмыс барысын көруге оқиға орнына келеді. Олар келгенде ондағы бірнеше жеңіл көлік пен жүк көліктерін және баған басында жұмыс істеп жатқан екі адамнан көз алмай тұрған бірнеше адамды көреді. Бір кезде Вудкок көшенің арғы жағында қолында фотоаппараты бар ер адамның көлігінің түсіп, оларды суретке түсіре бастағанын байқайды. Коммуналдық қызмет бөліміндегілерге мұндай жағдай таныс еді. Сол кезде Вудкок екі адам ғана жасауға болатын жұмысты 10 шақты адамның атқарып жатуы суретке түсіріп жатқан адам үшін ақылға сыймайтын әрекет болып көрінетінін түсінді. Сондықтан көшенің арғы бетіне өтіп әлгі адамға жақындап келді. Біздің атқарып жатқан ісіміз сізге қызық болар. Маған ғана емес, менің анама да қызық болары сөзсіз. Анам сіздің компанияның акционерлерінің бірі. Бұл ол үшін үлкен жаңалық болатынына сенімім мол. Тіпті сіздің компаниядан акция сатып алғанына өкінетін де болар. Мен қаншама жыл бойы оған бұл компаниядан еш пайда жоқ деп айтып келемін. Оған мына суреттер куә. Бұл суреттер газет тілшілерінің де қызығушылығын туғызатынына күмәніңіз болмасын. Иә, сөзіңіздің жаны бар. Бір қарағанда түкке тұрмайтын жұмысты 10 шақты адам атқарып жатқан сияқты. Сіздің орныңызда болса мен де солай ойлар едім. Алайда бұл ерекше жағдай. Сөйтті де Вудкок өзі басқарып отырған бөлімнің бұл жұмысты бірінші рет атқарып отырғанын, сол үшін де басшылардың бәрі оған қызығушылық танытып жатқанын түсіндіре келіп, әдетте бұл жұмысты екі-ақ адам атқара алатынын айтып берді. Бұны естіген фотограф аппаратын сөмкесіне салды да жағдайды түсіндіру үшін уақытын бөліп келгені үшін Вудкоктың қолын алып рахмет айтты. Осылайша Дин Вудкоктың достық пейілі компаниясының абыройын сақтап қалды. Осындай жағдайға тап болған тағы бір кейіпкеріміз Нью-Гэмпшир тұрғыны Джеральд Вин ашуға жол бермей, бейбіт жолмен шығынның орнын толтыру жайлы мәселені қалай шеше алғанын айтып берген болатын. Көктем шығып, жер жіпсей бастаған кезде қатты нөсер жаңбыр жауып, әдетте арықтар мен кәріз құдығынан аспайтын жауын суы менің жаңадан салған үйіме қарай бет алды. Басқа жаққа ағып кете алмағандықтан су үйдің іргетасының айналасына жиналды. Ары қарай жертөлеге өтіп, оны да толтыра бастады. Осының кесірінен пеш пен су жылытқыш істен шықты. Шығынның жалпы құны $2000 асып жығылды. Қолымдағы сақтандыру полисінің мұндай шығынды жабуға шамасы келмейтіні анық. Кешікпей үй салған мердігердің үйдің жанынан суағар салмай кеткенін біліп, онымен кездесуге өтініш білдірдім. Оның кеңсесіне дейінгі 25 мильді жүріп өту аралығында мен барлық жағдайды ой елегінен өткізіп, осы курста үйренгендерімді ескере отырып, ашу шақырып айғайға басу менің мәселемді шешпейтінін түсіндім. Келгеннен кейін де салқынқандылық танытып әңгімені оның Вест Индияда қызмет еткен шағынан бастадым.
Сөйтіп уақыты келді-ау деген кезде өзім тап болған аз ғана проблема жөнінде айта бастадым. Ол мәселені шешуде өзінің көмек көрсететінін айтты. Бірнеше күннен кейін ол телефон соғып, шығынды толығымен өтеп беретінін және мұндай жағдай қайталанбас үшін су ағатын арықты салып беретінін жеткізді. Бұл жағдайға мердігер толығымен жауапты болғанымен, мен әңгімемді бейбіт мазмұнда бастамасам, барлық соманы төлеуді мойнына алмас еді. Көп жыл бұрын Миссуридің солтүстік-батысында орналасқан ауылдық мектепке орман арасымен жүгіріп барып келетін жалаң аяқ бала кезімде күн мен жел туралы бір ертегіні оқыған едім. Олар кім күштірек деп келіспей қалады. Сонда жел өзімнің сенен күшті екенімді оп-оңай дәлелдей аламын. Әне бір қарт адамды көріп тұрсың ба? Оның үстіндегі тонын сенен бұрын шеше алатыныма бәс тігемін дейді. Осыдан кейін күн бұлттың артына жасырынып, жел ұйтқып соға бастайды. Жел қатты соққан сайын қария да тонын қымтана түсіп, орнынан қозғалмайды. Ақырында шамасы жетпейтінін түсінген жел ұйтқуын қойып жеңілгенін мойындайды. Сол кезде бұлттан шыққан күн қарияға қарап күлімсірейді. Оның жылы шуағынан ыстықтап терлеген қария тонын шешіп қолына алады. Сонда күн желге жылы пейіл мен қайырымдылық әрқашанда зорлық пен ашудан күшті деген екен. Бір ауыз жылы сөздің қатып қалған мұздай жүректі ерте алатынын жақсы түсінген адамдар жылы шырай таныту мен достық пейілді бәрінен де жоғары қоятынын істерімен дәлелдеп келеді. Мэриленд штатына қарасты Лютервилл қаласының тұрғыны Гейл Каннор сатып алғалы 4 ағай болған көлігін көлік жөндеу орталығына 3-ші рет апарған кезде бұған көзі әбден жетеді. Менеджермен айқайласу, өзімдікін дәлелдеу, оған қатаң талап қою менің мәселемді шешпейтіні айдан анық еді деген болатын ол курстағыларға. Сондықтан мен дүкенге келдім де өзімнің Уайт мырзамен жолыққым келетінін айттым. Сәлден кейін мен Уайт мырзаның кабинетіне кіріп, өзімді таныстырып, көлікті достарымның көрсетуі бойынша олардың таныс дилерлерінен сатып алғанымды, достарымның көлік бағасының онша қымбат еместігін, ал қызмет көрсетуінде мін жоқ екенін айтқанын да жеткіздім. Мені тыңдап отырғанда ол күлімдеген қалпынан еш танбады. Сосын мен қызмет көрсету бөліміне қатысты тап болған проблемамды айтып бердім. Соңында компания беделіне нұқсан келтіруі мүмкін әр жағдай жайлы біліп отырғаныңыз жөн деп ойлаймын деп қосып қойдым. Ол өзіне келіп туындаған проблемалар жөнінде хабардар еткенім үшін алғыс білдірді. Мәселемді тез арада шешіп беретініне уәде берді. Ол сөзінде тұрып мәселені шешуді тікелей қадағалап қана қойған жоқ, сондай-ақ көлігім жөндеуде болған уақытта пайдалана тұру үшін өз көлігін де берген еді. Крес ханның құлы болған Эзоп біздің жыл санауымызға дейінгі 600 жыл бұрын керемет ертегілерін мұраға қалдырып кеткен грек ертегішісі. Оның адам табиғаты жайлы айтқандарымен 26 ғасыр бұрынғы Афина тұрғындары қалай келіссе, бүгінгі Бостон мен Бирмингемде өмір сүретін адамдар да дәл солай келіседі. Тоныңызды суық жел емес, мейірімді шуағын төккен күн ғана шешкізе алады. Ашу мен ызаға қарағанда қайырымдылық пен қарапайымдылық адамдардың пікірін өзгертуге әлдеқайда көбірек ықпал етеді. Олай болса, Линкольннің айтқанын естен шығармаңыз. Шіріген тамақтан гөрі балдың бір тамшысына шыбын көбірек үймелейді. 12-ші қағида: әңгімені бастарда достық ниетіңізді көрсете біліңіз.